Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Мінекей Грузияда жүрміз. Көлік іздеп Қазақстанға көліктер жібереміз достар. Соның ішінде мынау RAV4 бар қазір. Бізде заказда RAV4, Runner, RX және 50-лік. Үш жігіт, Дәкең бар, Дүйсен бар. Көлік іздеудеміз. RAV4 бар, басқасы бар. Бізбен бірге болыңыздар, лайктарыңыз басыңыздар. Көлік іздейміз, соның бәрін көрсетеміз сізге. Так, Lexus. Саудаласып жатырық. 16.700 деп тұр, 14-ке беремін, сөйлеспей қалды. За сколько хочешь ты свою цену, скажи теперь? Хочу 15 500, давай я все документы на твое место. 15 500 дорого, ё. 14 500. Дерзкий негізі. Іштері жанып тұр. Мына жағы жақсы, ана жақта кішкене тірескілер бар. Так, бамперде мынандай косяктар бар, сәл-сәл. Бағасын түсірейін деп тұрық сол үшін. Астын көтеріп қарайын деп жатырық қазір. Историясында тек алды, рулі ашылған подушка. Артпен мінгізейін деп жатырық. Все. Так, асты. Тап-таза ғой, ешқандай. Мін жоқ. Кеше жаңбыр жауында өлтіріп тұр. Ішінде су қалып қойған ба. Тап-таза көрдіңіз ба. Моторда май аққан жерлер жоқ, барлығы тап-таза. Глушак барлығы орында ашылмаған катализаторлар. Защиталары жақсы бәрі негізі асты түгел. Все, Дүйсен, шөбір. 15.500-ге берем дейді, 15-ші жылға. Достар, жаңағы RX 350-ді алдық, ендігі кезекте Forerunner. Достар, бізбен бірге болыңыздар, лайктарыңызды аймаңыздар. Лайк, комментарий, әдемі. Кеткенше Forerunner'ді көреміз. Forerunner 45 мың жүрген достар. Бұл да клиентке қарап атық. 24.500-ден түспей тұр, 24-ке. Жалпы 28-ден түсіп тұрған ол, да? Фулный комплектация, қара түс. Историясы да жақсы. Пробегде жақсы, 45 мың жүрген. Айдап көреміз, жүрістен. Так, шынай болады, байуан ғой. Кетей. Тоже қазақтар ма? Қазақ қыздар жүрді соң. Қазақ қыздар жүр, базардың ішінде бастар айналып. Қай машиналарын білмей. Дерзкий, ну, танк сияқты. Китайский машина шығып жатыр, танк деген. Осыған қойса болады екен, танк деп. Негізінде, атын қатарласқан ғой, танк деп осыны қой көрген. Сол танк деп па? Әдеме толықтай бұлғары кәдімгідей. Мына жерде дерево. Алькантара деген сияқты. Іштер әдем бар екен. Айт дейсің ма, жануар. Майо, танк дейсің, ұшып барасың. Арғаны өтіп кеткен соң сеткен өзім. Жұмса ба, осылар. Қадалғаны дерсік. Көтеріп көреміз ғой, Иә. Жүр кеттік. Мына грузинді көріндер ма десің? Стакадағы көтереміз. Мен түсейін. Қара. Мен де түсіп қалайшы. Астын түсір жүр. Так, Forerunner. Асты мінеки. Қып-қызыл дейсің ғой, амортизаторлар. Так. Серьезно ештеңе жоқ. Сәл-сәл, мына не саш жіберу керек екен? Темірлерге антиграф.
Антикор дейсің ғой, Мостар запаскасы новый, почти салынбаған ғой. Осындай асты. Өзің үшін бір антикарап шашып берсең болады. Жүре берсең де болады. Сом темірлер ғой. Ал достар, міне лимитедті де алдық, қап-қара дерск. Бұйырса $100 задаткасын береміз Кавказға. Ертең ақшасын салады. Доверенісі қолда. Оформить етеміз, Алла қаласа. Құтты болсын. Ақтау. Жаңа өзенге RX алдық. Ақтауға Runner. Енді RAV4 алу керек тоже. Мінекей мынандай ангарға апарып тексертіп аламыз. Экспорт етеміз. Вин-код барлығын тексереді, заңды ма, заңсыз ба деген. Лимитед алып келіп жүрмін. Америкадан мынау бар. Түріне қарамайды. Мынау хозяйны құжаттарын береді, барлығын өткізеді. Сосын ананың ішіне барамыз да реэкспорт жасаймыз. Қазақстан деп купли-продаж аламыз. Болды. Доверенностьпен кетеді. Бәрін қарады мынау. Мен қол қойып беріп жатыр. Все, машина дайын. Барып экспорт жасаймыз. Достар, мінекей. Runner'те алдық. Транзит номер көк папкасымен. Реэкспорт дейді. Біз жүрген машинадан барлығы қазақша жүрді. 9016 КО дейді. Әдемі кетті ана жылтырға. Мінекей, мынау реэкспорт болғаннан кейін, достар, реэкспорт жасадық, купли-продаж алдық. Осыдан кейін жолға шығатын тағы обеспечение деген жасалады. Обеспечение. Соны жасағаннан кейін барып жолға шығып кетеміз. Обеспечение $400 тұрады. Обеспечение жасалмаса Россиядан өткізбейді, достар. Қайтар жүреді. Көбісі өздері келіп сол обеспечениені білмейді. Границаға барғаннан кейін барып артына қайтып келіп атқандар бар. Или сол жерде күтіп біраз мынаяқтан жасатып нөмір береді. Вин-код дейтін. Соларды алып содан кейін барып өтіп атады. Солай. Мен Ақтауға құтты болсын ал. Нөмір қоям. Заказ белгілеріңіз келсе, WhatsApp-қа шыға берсеңіздер болады, достар. Мынау реэкспорт жасалды. Жалпы уже купли-продаж алдық. Ақтауда отырған хозяйның атына. Мына бір RAV4 алдық енді бүгіндікше. Екі көлік. Так, бір көлік оформить еттік. Біреуінің ақшасын бердік, ертең оформить етеміз. Мына 18 жылғы 2/5, бирка бойынша да 2018. 17,5 деп тұрған жерден 16,5-ға алдық. Пробег 10 мың жүрген. 10 мың миль. Жағдай жақсы, таза. Фарлар полировка жасау керек. Барлығы жақсы істеп тұр. Осы жердегі бағасы 16,500. XL передний привод. Тоже жаңа Ақтау қаласына алып жатырмыз. Телефон номер қоям, сұрақтар болса хабарласыңдар. Так, мынау не? Авто. Барлығы жасайды. Ар жағында көтеріліп түсті. Терезелер бәрі жасап тұр. Люктерін көрейінші мен. Так, люк автоматически ашып тұр. Жауылып тұр. Артыда көтеріледі. Кондер барлығы істеп тұр. Автоны қойсаң. Автоматически. Пошта-тартпен барлығы. 11 мың жүрген ғой почти. Іштен де отырып ашатын. Мына механический вот, XL бәрі сондай вот, механический. Мотовод. Мына спорт, эко деген комплектациясы бар. Так, вин-код бойынша 18 жылғы 1 ай. Яны бар. Мынау енді моторы кондер қосылып тұр. Вalla оригинал ғой.
норм сияқты мынау жағдай тап-таза 10 мың жүрген ғой действительно. Так, мынау асты міне, асты тап-таза. Пиздец машина. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Слай, жалпы таза екен асты. Радиатор. Мына жерде құрттай тиген ба, бір құрттай жырық бар екен. Ал достар, енді мынаны да алдық, RAV4 транзит жабысты, экспорт жасалды. Бұл да Ақтау. Әдемі 10 мың жүрген. Барлығын жинаймыз домның алдына. Бірінші күні перегонщиктер келеді. Аманшылық болса жолға шығады. Осылай достар, лайктарыңызды аямаңыздар және бөлісіп қойыңыздар WhatsApp достарыңызға. Ал достар, енді осымен видеоны аяқтайық. Өйткені уақыт ұзарып бара жатыр. Арада Elantra бізде 50-лік көліктер, алатын көліктер бар. Бірақ енді оларды басқа келесі видеоларда қосам. Және жолда қалай кетіп бара жатыр, қалай өтеміз граница, оларды да бөлек түсіретін боламын. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сәттілік барлығыңызға.